сәлеметсіздер ме? Менің есімім Кенжеева Шолпан Абдуллақызы. Сіздерге әлеуметтік психология кіріспе сабағы бойынша бүгін 10-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы тұлға аралық қатынастар. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: тұлға және қарым қатынас, тұлға аралық қатынас түсінігі, тұлға аралық қатынастар түрлері және оларға сипаттама. Және 4-ші сұрағы тұлға аралық қатынастардағы кері байланыс. Сонымен ең әуелі тұлға аралық қатынастар тақырыбын қарастырмас бұрын сіздермен тұлға түсінігін ашып алайық. Сонымен психология ғылымында тұлға түсінігі нені білдіреді? Тұлға дегеніміз категориясы психологиядағы ең іргелі ұғымдардың қатарына жатады. Бірақ тұлға ұғымы тек психологияға ғана тән емес. Ол барлық қоғамдық ғылымдармен зерттеледі. Оның ішінде философиямен, әлеуметтанумен, педагогикамен және тағы да басқаларымен. Сонда психологиялық ғылым шеңберінде тұлғаны зерттеу спецификасы неде? Және психологиялық тұрғыдан тұлға дегеніміз не? Алдымен сұрақтың екінші бөлігіне жауап беруге тырысайық. Тұлға деген не деген сұраққа барлық психологтар түрліше жауап береді. Олардың жауаптары мен ойларының әрқилы болуы тұлға феноменін күрделі екендігін білдіреді. Осы орайда әйгілі психолог Кон былай деп жазады: бір жағынан ол нақты индивидті рөлдерімен әрекет субъектісі ретінде, оның барлық жеке бас қасиеттерімен, әлеуметтік рөлдерімен бірге белгілейді. Екінші жағынан тұлға индивидтің әлеуметтік қасиеттері ретінде осы адамның басқа адамдармен тура немесе жанама өзара әрекеттесуі нәтижесінде түзілген бойындағы әлеуметтік маңызы бар қасиеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Тұлғамен қарым-қатынасқа түсетін адамдар оны еңбек, таным және қарым-қатынас субъектісі ретінде көреді. Ғылыми әдебиеттегі тұлға анықтамаларының әрқайсысы тәжірибелік зерттеулермен және теориялық негіздеулермен бекітілген. Сондықтан тұлға ұғымын қарастырғанда оларды ескеру қажет. Тұлға деп жиі әлеуметтік даму барысында бойына әлеуметтік және өмір үшін маңызды қасиеттерді жинаған адамды атаймыз. Демек, тұлға сипаттамалары қатарына адамның генотиптік және физиологиялық ұйымдасуымен байланысты ерекшеліктер жатқызылмайды. Адамның танымдық психикалық процестерінің немесе әрекеттерінің жеке дара стилі даму ерекшеліктерін сипаттайтын қасиеттер тұлға қасиеттері қатарына жатқызылмайды. Ал адамдар мен қоғамға қатысты көрініс беретін қасиеттер тұлғаның қасиеттері болып саналады. Тұлға ұғымының мазмұнына көбінесе басқа адамдарға қатысты маңызды іс-әрекеттерді анықтайтын қасиеттерді де қосады. Сонымен тұлға дегеніміз ол тұрақты психологиялық сипаттамалар жүйесінде алынған нақты адам. Ондай сипаттамалар қоғамдық байланыс пен қатынастарда көрініс беріп, адамның өзі мен оны қоршағандар үшін маңызды орын алады. Оның адамгершілік қылықтарын айқындайды және оның өзіне ортасы үшін маңызды мәнге ие. Ғылыми әдебиетте тұлға ұғымының мазмұнына кейде адам ұйымдасуының генетикалық және физиологиялық деңгейлері қосылатынын айта кету керек. Жеке тұлға адамға қарағанда тар мағынада қолданылады. Жеке тұлға бұл сол адам, бірақ тек қоғамдық әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда зерттеушілер оның биологиялық, табиғи жағын ескермей, адамды қоғамдық қатынастардың нәтижесі, қоғамдық дамудың белсенді қайраткері ретінде қарастырады. Биологиялық түр болғандықтан, әр адамның туа біткен ерекшеліктері бар. Мысалы, дене құрылысы тік жүруге мүмкіндік береді, ми құрылымы интеллектің дамуын қамтамасыз етеді, қолдың құрылысы еңбек құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді, тағы да сол сияқты. Осы белгілер адам баласын хайуаннан ажыратады. Индивид ұғымы
адамды белгілі биологиялық қасиеттерді иеленуші ретінде сипаттайды. Индивид ретінде туылған адам қоғамдық өзара қатынастар мен процестер жүйесінде қосылады. Нәтижесінде ерекше әлеуметтік сапа иеленеді, тұлға болып қалыптасады. Бұндай болу себебі қоғамдық байланыстар жүйесінде қосылған адам субъект іс-әрекет процесінде қалыптасатын және дамитын сананы иеленуші. Сонымен тұлға ұғымы адамды әлеуметтік тіршілік иесі ретінде сипаттау үшін керек. Мәскеулік және Санкт-Петербургтік психологиялық мектеп өкілдерінің әдебиеттерінде адам ұйымдасуының иерархиясына әртүрлі көзқарас берілген. Мысалы, мәскеулік мектеп өкілдері субъект деңгейін бөлмей, адамның биологиялық және психикалық қасиеттерін индивид ұғымына біріктіреді. Бірақ бұған қарамастан тұлға ұғымы адамның әлеуметтік ұйымдасуымен ұштасқан. Психологияда басқа ғылымдардың ерекшелігі философия, этика, заң және тағы басқа. Жеке тұлғаның рухани бейнесін, оның қылықтары мен мінез құлқын зерттейді. Психология ең алдымен жеке тұлғаның себептерін, сезімін, қажеттілігін, қызығуын зерттейді. Психология іс-әрекетті ойдағыдай орындаудың психологиялық алғышарттарын және темпераменті мен мінез құлқының психологиялық ерекшеліктерін қарастырады. Сонымен қатар психология жеке тұлғаның қалыптасу және даму үрдісін де зерттейді. Кез келген құбылыс сияқты жеке тұлғаның психикалық өмірі белгілі бір құрылымнан тұрады. Адамның дара психологиялық ерекшеліктеріне байланысты және жеке тұлғаның өзіне тән құрылымын белгілеуге болады. Тұлға құрылымын қарастырғанда оған қабілеттер, темпераменттерді, мінезді, мотивацияны және әлеуметтік нұсқауларды енгізеді. Енді қарым-қатынас түсінігіне тоқтала кетейік. Тұлғаралық қарым-қатынастың пән саласын анықтауға қарым-қатынас сөзінің семантикасы көмектеседі. Зерттеулер көрсеткендей, тұрмыстық санада бұл сөзбен мыналардың үш тобы байланысады, мынадай мағыналар байланысады. Бірінші, бірлесу, ортақтық, біртұтастық құру. Бұлар жақсы достар, жақсы орта. Екінші, хабарламалар жіберу, ақпараттар алмасу, яғни сөйлесу, әңгімелесу мақсатында. Үшіншіден, қарсы ала іс-әрекет жасау, жиі құпия немесе интимді сипатқа ие, өзара үйлесу, яғни бірін-бірі тереңнен түсіну болып табылады. Екі адам бірін-бірі оң қабылдап, үшінші біреуге, тұлғаға немесе объектіге деген өз қатынастарын орнатса, оларда осы үшінші адамға қатысты ұқсастық бағдарды дамыту пайда болады. Қарым-қатынас болмаса, біз қазір қандай болсақ, сондай бола алмайтын едік. Қарым-қатынассыз біз әжеміздің ертегісін тыңдай алмас едік. Әкеміздің ұшатын қағазбен жылан жасап, анамызбен демалысқа барып, достарымызбен бірге серуенге шыға алмайтын, мұғалімнің түсіндіргенін түсіне алмайтын едік. Және тағы да сол сияқтылар. Сондықтан өзге адамдармен қарым-қатынас жасағанда ғана тұлғаның дамуы жүзеге асатындығын көреміз. Олай болса, мына бір белгілі бір сөзді бұлайша түрлендіруге болады. Кіммен араласатыныңды айтсаң, мен сенің кім екеніңді айтып беремін. Әр адам өзінің негізгі ерекшеліктерін жеке қарым-қатынас тәжірибесі арқылы отбасындағы, мектептегі, көшедегі тікелей қатынастар арқылы қалыптастырады. Мұны қазақстандық психолог Шериязданованың еңбегінде қарым-қатынас баланың қалыпты психикалық дамуының маңызды факторы және ажырамайтын шарты ретінде қаралады. Ол қоршаған адамдармен қарым-қатынас қажеттілігі бастапқы мәні бар маңызды табыстылық ретінде зерттеп, қарым-қатынасты іс-әрекет ретінде түсінудің негізгі ережесін ұсынады. Біріншіден, қарым-қатынас іс-әрекетінің заты немесе объектісі бірлескен іс-әрекеттегі серіктес және қарым-қатынас потенциалының субъект ретіндегі басқа адам. Екіншіден, қарым-қатынас әрбір іс-әрекет сияқты адамның қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған. Қарым-қатынастағы қажеттілік басқа адамды бағалауға талпынудан тұрады. Ол өзінің тұлғасын және өзін бағалауға,
сол адамның бағасының өзін анықтауға, қарым-қатынас мотиві басқа адам немесе дәлірек адамның сол қасиеттері туралы түсінігі үшін баланың үлкендермен өзара әрекетке түсуі болып табылады. Сонымен қарым-қатынас бұл бірлескен іс-әрекетте қалыптасатын негізгі құрылым, мәдениет сапасын анықтайтын қоғамдық тарихи дамудың жемісі. Ал қарым-қатынас процесінде адамның ұжымдағы әрекет бірлігі қамтамасыз етіледі. Мінез-құлықтың қалыптасуы және тұрақталуы, тұлғалардың өзара бірін-бірі қабылдауы, еңбек пен таным субъектісі іс-әрекетінде сенім туындыратындықтан да адамның қасиеттері қалыптасады. Эмоциялық күйлерін реттеу қамтамасыз етіледі. Жалпы адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды, өйткені оның психикасы тек айналасындағылармен қарым-қатынас жасау процесінде ғана қалыптасады. Қоғамдық тәрбие арқылы адам белгілі мазмұнға ие болады. Адам санасының дамуы қоғамның дамуымен тікелей байланысты. Қоғамнан тыс адам өмірінің болуы мүмкін емес. Кез келген адам дүниеге келісімен екінші бір адаммен қарым-қатынасқа түсуді қажетсінеді. Мәселен, нәрестенің анасымен тілдесуі, қажетін қанағаттандырмау біртіндеп оның қасаң сезімді, мейірімсіз болып өсуіне, кішкентайынан айналасына сезімінің азаюына әкеліп соқтыратыны байқалып жүр. Сөйтіп, басқалармен қарым-қатынасқа түсу қай жастағыларға болмасын, оған киім-кешек, баспана, ұйқы, демалу қандай қажет болса, айналадағы жұртпен араласып, дұрыс қарым-қатынас жасай білуде соншалықты қажет екендігін білдіреді. Мәселен, адамды қамап басқалармен араластырмай ұстау жазаның ең ауыр түрі екендігі белгілі. Өзгелермен қарым-қатынас жасау бұл тіршілікке аса маңызды ақпарат алмасу деген сөз. Адам қарым-қатынас арқылы айналасындағы дүние жайлы мәлімет алады, еңбек пен тұрмыс дағдыларына машықтанады. Адамзат жасап шығарған түрлі құндылықтарды игереді. Әрине, қарым-қатынас ақпарат алумен ғана шектелмейді. Оның шеңбері аса кең. Бұл кең көп қырлы ұғым. Спектакль көрсек те, лекция тыңдасақ та, телефонмен хабарлассақ та, дос-жарандармен сөйлессек те, осының бәрі қарым-қатынастың сан алуан қырлары. Өмірдегі сан алуан тіршілікте адамдар бір-бірімен тікелей, жүзбе-жүз немесе жанама, немесе біреу арқылы қарым-қатынасқа түсіп жатады. Осындай қарым-қатынастың мән-мағынасы, олардың түрлі көріністері, жеке адамдар мен топтық ұйымдардың тіршілігінен жақсы байқалып тұр. Жалпы қарым-қатынас топ, ұжым деген ұғымдармен тікелей байланысты. Адам баласы жалғыз жүріп, көздеген мұрат мақсатына жете алмайды. Сондықтан ол ылғи да басқалармен бірлесіп тіршілік етуі тиіс дедік. Мұндайда адам ылғи топпен бірге өмір сүретіні белгілі. Мәселен, мұның бірі нақты реалды топтар. Бұл мақсат көздеп бір кеңістікте белгілі уақыт ішінде бір-бірімен қоян-қолтық араласып іс-әрекетке түсетіндер. Топтар үлкен, макро, шағын, микро, ресми, бейресми, формалы, формасыз, ұйымдасқан, ұйымдаспаған, жасанды, табиғи, референттік болып бірнеше түрлерге бөлінеді. Бір шама тұрақты, құрамы жағынан саны онша көп емес, бір-бірімен тікелей қарым-қатынас жасап отыратын, ортақ мақсатқа ұмтылған адамдардың бірлестігі шағын топ деп аталады. Осындай топтың барлық мүшесі күш-жігері бір мақсатқа бағытталады. Отбасы, өндірістік бригада, ұшақ пен ғарыш кораблінің экипажы, поляр станциясында қатысушылар, мектептегі сынып сияқты бірлестіктер шағын топ деп аталады. Мысалы, кейбір оқушы мектепте жүргізілетін әртүрлі іс-шаралардың бәріне де қатысады. Ал футбол командасының немесе пән үйірмесінің жетекшісі немесе тағы да басқалар. Бірақ осылардың біреуіне ерекше ден қояды. Шағын топтағылардың өзара қарым-қатынасына шек қойылмайды. Формалы топ мүшелерінің арасында белгілі құжаттардың талабына сәйкес әртүрлі сипаттағы іскерлік қатынастар орнайды. Формасыз топ бұл ұнату, көзқарас бірдейлігін тану сияқты
психологиялық себептер бірлігі негізінде туады. Мұндай топ ресми құжаттарды, тиісті нұсқауларды қажет етпейді. Мәселен, бірлесіп балық аулау, аңшылықпен айналысу, отау тігу, дос-жарандық қатынаста болу осындай топтың мысалдары. Әр түрлі деңгейдегі топтардың ішінде референттік топтың мәні ерекше. Бұл әр адамның жекелеген топтардың ішінен біреуіне ғана ерекше тәнті болып, соны ғана қастерлеп, қадір тұтып, жүрек қалауымен таңдап алған тобы. Мұндай топқа енген адамдар ондағы талап-тілектерді, белгілі принциптерді қолдап қана қоймай, оны қызғыштай қорғайды. Тіпті соның жолында жанын пида етуге дайын. Мәселен, сенің көңіл күйің бүгін нашарлап тұр делік, оның да белгілі себебі болатыны түсінікті. Сөйтсе де, басқалар сенімен әңгімелескісі, бір нәрсені сұрап білгісі келеді екен. Сен ондайда өзіңді қалай ұстауың керек? Әрине, қолайсыздықты сезінетінің анық. Сені әңгімеге тартып, үсті-үстіне сауал қойып отырғандар көбіне көңіл күйіңді түсіне алмайды. Өйткені оларда эмпатиялық қасиет жөнді қалыптаспаған. Сондықтан да эмпатиялық қасиетті өздеріңде үнемі дамытып отыруларың қажет. Біздің қай-қайсымыз болсын, тіршілікте кейбір адамдардың үйірсек келетінін байқап жүрміз. Бұл басқалармен тез тіл табысып кететін жандар. Ал өзара пікірлесіп, адамды өзіне тартпақ түгілі, оның қитығына тиетіндер де кездеседі. Мәселен, табиғатынан тұйық адамдар әңгімені өздеріне аударғысы келмейді, артық сөзге бармайды, тек әңгімелесушінің сөзін жай ғана ықылассыз тыңдап отырады. Қарым-қатынас бұл әлеуметтік психологиялық құбылыс. Ол адам өміріндегі көптеген рухани және материалдық құндылықтарды қамти отырып, оның өміріндегі ең жоғарғы қажеттіліктердің бірі. Дегенмен бір қарағанда қарым-қатынас ұғымы баршаға танымал және қандай да мағыналы қиындықтармен байланысты емес екені көрінеді. Қарым-қатынас сөзімен біз кәсіби, жеке, шығармашылық және тағы да басқа жалпы қызығушылықтардың төңірегінде пайда болған қарапайым түсініктерді, яғни адамдардың бір-бірімен байланысын және қатынастарын, таныс немесе бейтаныс адамдардың кездесулерін, жеке қатынастарын түсіндіруге тырысамыз. Адам қоғамда өзін қоршаған адамдар тобында өмір сүреді және дамиды. Оның талаптарына сай өз пікірі мен мінез құлқын өзгертеді. Топтың өзге қатынасушыларымен бірлескен іс-әрекет ықпалымен түрлі сезімдерді бастан кешеді. Алайда мұның барлығы өзге адамдармен ақпарат және толғаныс алмасудан ғана болады. Оларды жақсы тани отырып, біздің әрқайсымыз қалай да болса қатынасқа түсеміз. Ломоносов осыдан 200 жылдан астам бұрын ресейлік грамматикада мынандай пікір айтқан: қандай да бір мәшинені құрастыруға дайындалған бөліктер оқшау жатқан кезде және өзіне белгіленген әрекетті екіншісіне жеткізіп отырмаса, олардың болмысы бос әрі пайдасыз. Сол сияқты адам баласының әр мүшесі өз ұғымындағыны өзгеге айтып жеткізе алмаса, біз ойларымыздың қосылуымен басқарылатын істі бірге жүргізуді былай қойғанда жабайы аңдардан бетер болып кетер едік. Осы пікір арқылы ол кез келген іс-әрекетте қарым-қатынастың қаншалықты мәнге ие болатынын ерекшелеген. Қарым-қатынас психологиясы адамдардың бірлескен іс-әрекеттегі бірін-бірі қабылдауы және түсінуі, еліктеуі, иландыруы мен сенімі, ұйымшылдық пен қақтығысқа түсушілігі, бірігіп әрекет ету мен тұлғааралық қатынастар сияқты құбылыстарды зерттейтін сала. Бұл психологиялық құбылыстардың алуан түрлі болуымен қарамастан, олардың пайда болуының негізгі көзі адамдар арасындағы қатынас аймағы. Қарым-қатынас мәселесінің концептуалды негіздері туралы кеңес ғалымдары Бехтерев, Выгодский, Рубинштейн, Леонтьев, Ананьев, Месищев және тағы да басқа қарым-қатынаста адамның психикалық дамуының, әлеуметтенуі және даралануы, тұлға қалыптасуының маңызды шарты ретінде қарастырды.
қарым-қатынас мәселесіне мәдени тарихи концепцияның негізін салушы Выготский баға жетпес үлес қосты. Қарым-қатынастың тұлға санасына қайта жасалу механизмдерін түсіну Выготскийдің ойлау мен сөйлеу мәселесін зерттеу барысында ашылды. Оның зерттеулерінде қарастырылатын қарым-қатынастың тұлға санасында мәдени аспект ретінде тасымалдануының мәдени тарихи мәнін Библер нақты былай деп сипаттады. Әлеуметтік байланыстардың терең санаға ену процесі Выготскийдің ішкі сөйлеудің қалыптасуын талдауы. Яғни, логикалық жоспарда ашық және қатысты мәдениет бейнелерінің дербестілігінің, оның дайын феномендерінің ойлау мәдениетіне айналуы. Әлеуметтік байланыстар ішкі сөйлеуге еніп қоймай, онда олар түбегейлі қайта жасалды. Әлі жүзеге асырылмаған жаңа мәнге, сыртқы әрекетке, жаңа бағытқа ие болады. Ең алдымен бұл бірлескен іс-әрекеттегі тұлғаның басқа адамдармен қарым-қатынасында қалыптастыру және танымдық қабілетін дамыту деңгейі ретінде түсіну. Екіншіден, көптеген еңбектерде бұл қабілеттіліктің тұлғаның жеке қасиеттері мен атап айтқанда қарым-қатынасқа деген қажеттілігімен, өзіне деген сенімділігімен және өзіне өзі баға берушілігімен байланысын көрсету. Петровскийдің пайымдауынша, іс-әрекетті жүзеге асыру процесінде адам объективті түрде басқа адаммен белгілі бір байланыс жүйесіне түседі. Осылайша байланыс, алмасу әрекеттермен, заттармен, ақпаратпен және тағы басқа. Және өзара ықпал кез келген өзара әрекеттің мазмұны болып табылады. Мазмұны танымдық және формасы бойынша бірлескен диалогтық іс-әрекеттің қалыптасу процесі, индивидуалды іс-әрекеттің мақсаттарының, мағыналарының және мотивтерінің өзара бір-бірімен байланысу мен түйісу барысында жүзеге асады. Жаңа мақсаттардың қалыптасу процесі бірлескен танымдық іс-әрекеттегі мақсат құрылым, мазмұны жағынан практикалық, ал формасы бойынша бірлескен мақсаттардың қалыптасуынан басталады. Бірлескен іс жүзіндегі мақсаттардың келесі кезеңінде мағына құрылым мен мотив құрылым процестерінің арқасында бірлескен танымдық іс-әрекеттің сапалы қайта өзгеруін білдіре отырып, бірлескен ойлау мақсаттарына қайта өзгереді. Қазіргі кезде мақсат құрылымды зерттеуге ойлау іс-әрекетін зерттеп жүрген психологтар көп үлес қосуда. Шынында да адамның іс-әрекеті күрделенген сайын таптаурындық әрекеттерді азырақ жүзеге асырып, ал содан кейін қолданыстан шығып қалған дайын үлгіден шығармашылық типке жақындап, іс-әрекеттің реттелу процесін сипаттау үшін мақсат құрылым категориясына жұмылдырудың қажеттілігі айқындала бастайды. Нақтылы психологиялық зерттеуде ойлау мен қарым-қатынас бірлігінің қағидасын жүзеге асыру, бірлескен ойлау іс-әрекетін зерттеуге байланысты өте өзекті мәселеге айналады. Бұл қағиданы іске асырудың бірден бір жолы бірлескен ойлау іс-әрекетіндегі мақсат құрылымды зерттеу болуы мүмкін. Бірлескен ойлау іс-әрекетіндегі мақсат құрылымды зерттеу индивидтердің динамикалық мағыналық жүйелері мен ақпараттардың жалпы қорының арасында көпір салуға, яғни дәнекер болуға мүмкіндік береді. Қарым-қатынас жағдайында қалыптасатын ақпараттардың жалпы қорын динамикалық мағыналы жүйеден бөліп алғанда, ол субъектілер үшін өзінің сыртқы, объективті жағында қалып қоюы мүмкін, және ол сонда ғана сөздік мәндер жүйесінде өзекті болып табылып, өзінің ішкі субъективті жағы бойынша динамикалық мағыналы жүйемен бірлікті болғанда ғана ол тұлғаның мағыналы құрылымының жүйесінің психологиялық қатынаста көрсететінін аңғаруы керек. Одан ары қарай тұлғаралық қатынас түсінігі. Тұлғаралық қатынас дегеніміз қарапайым да күрделі проблема. Тұлғаралық қатынас этнопсихологиядағы, мысалы, әрбір тайпаның, халықтың ұлттық дәстүрге байланысты әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері және тағы да басқа.
Тұлғаралық қатынас әрбір халық пен ұлттың этностық қарым-қатынас ерекшеліктерімен өзгешеленеді. Мысалы, қарым-қатынастың абысын-ажын арасындағы сақина жүзік, білезік алмасу, ер азаматтардың арасындағы ер-тоқым алмасу, сауға тарту, сәлемдеме жолдау және тағы да басқа түрлері болған. Сол сияқты ізет-құрмет, сыйластық сезімдері де адамдар арасындағы қатынастың бір түрі болып саналады. Күнделікті тұрмысымызда осы қатынассыз жасауымыз мүмкін емес. Тұлғаның қалыптасуындағы маңызды факторлардың бірі қарым-қатынас мәселесі болып табылады. Қарым-қатынас түсінігі мен тұлғаның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі туралы идея кеңестік психологтар Леонтьев, Добрович, Зимняя, Казнова, Лисина, Мудрик, Поварницыннан және тағы да басқа ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Тұлғаралық қарым-қатынастың бірлігі мен қызметтік пайымы біркелкі түсінікті бермей, қарым-қатынастың қызмет түрі ретінде де қарастырылады. Себебі қарым-қатынас біріншіден бұл қызметтің ерекше бір түрі, яғни коммуникативті қызмет болса, екіншіден кез келген қызметті жүзеге асырудың шарты. Үшіншіден арнайы қойылған қызметтің нәтижесі болып табылады. Өзінің еңбектерінде начальник адамның дамуын, жеке адамның тұлға болып қалыптасуын, оның қоғаммен байланысын, басқа адамдармен қарым-қатынасынан тыс елестету мүмкін емес деп атап көрсетсе, Мағжан Жұмабаев педагогика еңбегінде бұл мәселе жөнінде жеке адамның шын мәніндегі рухани байлығы оның іс жүзіндегі қарым-қатынастарының байлығына байланысты деп жазған. Тұлғаралық қарым-қатынастар адамдар болмысының қажетті шарты болып табылады. Қарым-қатынассыз адамның жекелеген психикалық қызметтерінің, үдерістері мен ерекшеліктерінің, жеке тұлғаның және тұтас қоғамның толыққанды қалыптасуы мүмкін емес. Кейде қарым-қатынас, әлеуметтік қарым-қатынас, тұлғаралық қарым-қатынас, іскерлік қарым-қатынас және де мәдени қарым-қатынас түсініктері де өзара байланысты болғанымен біріне бірі тең келмейді, себебі олардың өзіндік ерекшеліктері болады. Адамдар арасындағы қатынастардың қаншалықты айқын болуына байланысты қарым-қатынастар бірнеше түрлерге бөліп қарастырылады. Қоғамдық қатынастар анағұрлым айқын көрінетін әлеуметтік бағдарлы қарым-қатынастар, яғни дәріс оқу, баяндама және жасау тағы да басқалар. Бірлескен іс-әрекеттерге байланысты қарым-қатынастар айқын байқалатын пәндік бағдарлы топтық қарым-қатынастар. Бұған еңбек ету, оқу барысында қалыптасатын қарым-қатынастар жатады. Тұлғаралық қарым-қатынастар, яғни бір адамның екінші адаммен қарым-қатынасы. Тұлғаралық қарым-қатынасқа адамзат аралық ақпарат алмасу жатады. Бұл қарым-қатынастың бірінші коммуникативтік жағы ретінде сипатталынады. Тұлғаралық қарым-қатынастың екінші жағы қарым-қатынас жасаушылардың өзара әрекеттестігі, тек сөйлесу үдерісі арқылы ғана емес, яғни өзара өз іс-әрекеттері арқылы да қарым-қатынас жасау. Қарым-қатынастың үшінші жағы қатынас жасаушылардың бірін-бірі қабылдауы болып табылады. Ал оқыту үдерісіндегі тұлғаралық қарым-қатынас дегеніміз оқытушының ықпалы мен студенттердің топтық іс-әрекетінің реттеуші вербалды, бейвербалды қарым-қатынасқа түсу ерекшелігі. Оқыту үдерісіндегі шиеленістерді шешудің, мінез-құлықтың топтық нормаларын қалыптастырудың құралы және болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы болып табылады. Тұлғаның мағыналы құрылымының жүйесі деп біз күрделі иерархиялық құрылымы бар динамикалық мағыналы жүйелер мен сөздік мәндердің бірыңғай жүйесін айтамыз. Басқаша айтқанда, тұлғалық және жағдайлы факторлардың қиылысуындағы өзара әрекеттестік пен қарым-қатынас жағдайлар нәтижесінде қалыптасатын ресми және ресми емес құрылымдардың бірлігі. Психологиялық әдебиеттерде мағыналы құрылымдар туралы басқа да пікірлер кездеседі. Олардан біздің мағыналы құрылымдар туралы түсінігімізден айырмашылығы сөйлеу мен ойлау мен қарым-қатынастың, интеллект пен аффектінің бірлігінің принциптерін нақты зерттеулерде қатар жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қарым-қатынас пен ойлаудың өзара байланысы бір жағынан сөздік мәндер жүйесінің өзін емес, көлеңкесін қарау, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген зерттеулерде де ұсынылған, ал екінші жағынан мағыналы құрылымдар жүйесінің өз емес,
көлеңкесі қарастырылуы мүмкін. Грек философы стоик эпиктет еңбектерінің бірінде адам туралы былай деп тұжырымдаған екен: адамды оқиғалар емес, оларды қалай қабылдайтыны мазалайды. Осы тұжырымға сәйкес қарым-қатынас көбінесе адамдардың дүниені қалай қабылдайтыны және дүние туралы не ойлайтындарына байланысты. Бұл ойды өз еңбектерінде Платон, философ-идеалистер Кант пен Гегель, Фрейд, американ және ағылшын позитивистер мен прагматиктер Джеймс Рассел және тағы да басқалар да растаған екен. Американ психологы Келли адамды әлеммен өз тұлғалық құрылымдық немесе ойлары негізінде қарым-қатынас жасайтын ғылым ретінде қарастырды. Шығармашылық мүмкіндіктерге ие бола отырып, адам өз айналасын түсіндіреді. Ол үшін түрлі құрылымдар немесе тілдік байланыстар қолданады. Адам дүниедегі өз болмысын сөйлемдер жиынтығы түрінде сипаттайды. Психологтар үшін адамның жоғарғы психологиялық функциясында сөздің рөлі оның ойлаумен, санасымен, есте сақтауымен, эмоциясымен және тағы да басқалармен қарым-қатынасы өте қызықты болып табылады. Мұнда оның жеке тұлға мен шығармашылық құрылысының ерекшелігі өте маңызды. Сонымен қарым-қатынас негізгі психологиялық категориялардың бірі адам басқа адамдармен қарым-қатынас және өзара әрекеттену нәтижесінде тұлға болып қалыптасады. Ары қарай тұлғааралық қатынастардың түрлері. Адам арасында қатынастардың түрлері келесідей: жеке және қызметтік, дара және топтық, тең құқықтық және тәуелді, қарама-қарсылықты және дау-дамайлы болып бөлінеді. Жеке қатынастар екі адам арасындағы сүйіспеншілікпен, жек көрушілікпен, сыйластықпен, араздықтан, сенім мен күдіктенуден тұрады. Мұндай сипаттағы қатынастардың пайда болуы әр жеке адамның қоғамдағы орны мен міндетіне тәуелді емес. Мысалы, бала өз ата-анасын сыйлауда, жек көруі де мүмкін. Өз қызметін ойдағыдай атқарып жүрген мұғалім бір шәкіртіне үлкен сүйіспеншілік танытса, екіншісін көргісі келмеуі мүмкін деген сияқты. Қызметтік қатынастар әлеуметтік топ немесе мекеме мүшелері арасында олардың сол топтағы құқы немесе міндеттеріне орай қалыптасады. Егер қатынастар әлеуметтік топ немесе мекеме мүшелері арасында олардың сол топтағы құқы немесе міндеттеріне орай қалыптасады. Егер арақатынастар әрбір адамның меншікті қажеттері сипатында қарастырылса, олар жеке қатынастар атанып, ал арақатынас тұтастай жүйелікке сүйеніп, екі одан да көп адамдардың сипаттамасы ретінде қабылданса, топтық қатынастар деп аталады. Тең құқықты қатынастар қатынас мүшелерінің құқықтары, міндеттері теңгерілген кезде, ал тәуелді қатынастар құқықтар мен міндеттер бірдей болмаған кезде қалыптасады. Адамдардың арасында қарама-қарсылық болмай, өзара терең сыйластық жайлаған ортада үйлесімді қатынастар нышан береді. Топ ішінде кейбір тұлғалардың ұнамды ниеттері екінші біреулердің келеңсіз ниеттерімен тоғысқан шақтарда қарама-қайшылықты қатынастар бой тіктейді. Адамдардың бір-біріне деген өшпенділігі болған жерде дау-дамайлы, жанжалды қатынастар өрбиді. Адамдар арасындағы тіпті кейде бір тұлғаның бойынан көрінетін адамдық қатынастар түрі міне осындай. Бұл қатынастардың бәрі өмірде адамдардың бір-біріне беретін бағалары мен мінездемелерінде, әр адамның басқаға бағытталған іс-әрекет қылығында, өзара байланысқан ойы мен сезімінде көрініс береді. Тұрақты да келелі қатынастар жүйесі қалыптаспаған ортада адамның өрелі өмір сүруі өте қиын. Себебі әрбір жеке адамның топ пен ұжымның қоғамдағы болмысын осы қатынастар айқындайды. Балалық шақта орныққан тұлғааралық қатынастарға орай адам азаматтық қасиеттерін тіктейді. Ересектердің төңірегіндегілермен қатынасының сол ортаның көңіл-күйі айқындалып, алға қойылған мұрат мақсаттарының сәтті орындалуы немесе кедергіге ұшырауы мүмкін. Тұлғааралық қатынастардан туындайтын ең қиын да қолайсыз құбылыстардың бірі бұл остракизм, қоғамнан аласталу, яғни кейбір адамдардың көпшілік арасында сыйымсыздығынан, ұжымдық қатынастан шеткерілеп қалуы. Мұндай адамдар көпшіліктің жек көрушілігіне тап болып, назардан тыс қалады, еленбейді. Осыдан өзі қатарларынан оң қатынас таба алмай, ақырында адамгершілік қасиеттерінен айырылып, қауымдық өмір тіршілігінен айырылғандар да кездеседі. Тұлғааралық қатынастардың ерекшелігі олардың эмоционалды болуында.
адам өзі тектеспен араласа отырып бір-біріне болған айрықша сезімдер мен ықыластарға кезігеді. Жеке қатынастар әдетте субъектив сипатта болып, әр адамның шын мәніндегі тұлғалық, оң немесе теріс қасиеттеріне сай келе бермейді. Олар әрқашан адамның көңіл-күйіне байланысты. Бір адамның екіншісіне деген сезім толғанысының ауысуымен өзгеріске келіп тұрады. Көңіл-күйдің бір сәттік болуынан жеке қатынастар құбылмалы келеді. Бүгінгі тәп-тәуір сыйлы қатынас күн өтпей-ақ кері сипатқа енуі баршаға аян құбылыс. Қызметтік қатынастар жеке қатынастарға қарағанда біршама тұрақты. Олар әдетте көңіл-күйге байланысты өзгере бермейді. Мұндай қатынастардың әрбір тұлғаның көңіл-күйіне бағына бермейтіндігінен оларды ресми қатынастар деп атайды. Яғни мұндай өзара байланыстар қатынасқа түскен адамдардың әрқайсысының жеке ерекшеліктері мен психологиялық кейпіне тәуелді болмауы қажет. Бірақ өмірде және қызметтік қатынастар өзара кірге байланысқан. Сондықтан оларды нақты айырып таза күйінде қарастыру мүмкін емес. Біріншіден, әр адам өзінің даралығымен қызметтік қатынастарға әрқашан ерекше мән мен сән беріп отырады. Екіншіден, әрқандай тұлға нақты қатынастарға өзінің жеке ниет, ой, толғаныс және сезімдерімен кіріседі. Ал бұлардың бәрі адамның басқалармен болған қызметтік қатынасына әсерін тигізбей қоймайды. Қарама-қарсылықты қатынастар негізінде толық үйлесім болмағанмен оған қатысқан адамдар бір-бірінің әрекеті мен ниетін түгелдей шектемейді. Бірде келіссе, бірде қарсы тұрып, алға қойған мақсатқа жету жолында қажетті қатынасын үзбейді. Қатынас түгелдей елемеу мен дау-дамайға бармайды. Кейде екі адам бір ортада бола тұрып, бір-біріне деген ыстықта суықта шырай сезінбейді. Яғни өзара қатынас жасауға ешқандай қажеттілік таппайды. Мұндайда олар арасындағы қатынас бейтараптық сипат алады. Қоғамдық әлеуметтік жағдайларға байланысты бір ортаға түсіп қалған адамдардың бірі екіншісінен өзін алшақ ұстау қажеттігі де туындап жатады. Мұндай кезде адамдар бірін-бірі тікелей жек көрушілік таба алмайды да, іздемейді де. Мұның бәрі ортадағы жанжалды қатынастардың ушығуынан болады. Адамдар арасындағы және бір қатынастардың түрі бұл екіұшты амбивалентті қатынастар. Мұндай ара байланыстың себебі бір адамдағы екіншіге деген өзара тікелей қарсы екі бірдей эмоцияның жек көрушілік пен құрметтің қосарлана жүруі. Осыдан мұндай қатынастағы адамдар өздерінің көңіл төркінінде жатқан ниеттерінің нендей жағдайда екенін айырып ала алмауында біраз қиналады. Адамдар бар аралық қатынастардың негізінде адамдардың бірімен бірі өзара әрекетке, тілдесуге болған өмірлік қажеттіліктері жатыр. Тұрмыстық немесе қоғамдық қажетсінуден бірін-бірі керексінген адамдар өзара қатынасқа келіп, ал ол болмаса бір-бірінен бейтарап қалады. Өмірлік маңыздық қажеттіліктері бола тұрып, оларды қанағаттандыруда кедергі ететін қалыптар да болады. Бұл жағдайда да қатынастар үзілмейді, бірақ мұндағы қатынастар өшпенділік немесе жек көрушілікпен ұласады. Адамдардың қажетсінулерінің арасында өзі мәні бойынша ізгі адамгершілік сипатты байланыстар да болады. Мұндайды психологияда альтруистік қатынас деп атайды. Альтруист адамдардың барша ойы, іс-әрекеті адамдарға әрдайым тек жақсылық жасау, қай жағдайда да жәрдем етуге бағышталады. Адамдар аралық қатынастар сипатына ықпал етуші факторлардың бірі психологиялық үйлестік немесе үйлесімсіздік. Көп жағдайда адамдар өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бірін-бірі керек етеді. Бірақ көзқарас ниеттеріндегі болмашы айырмашылықтардан өзара қатынастарын қалыпқа түсіре алмайды. Мұндай толық психологиялық үйлесім табылмаған жандар арасында біршама ұнамды қызметтік қатынас болғанмен уақыт өте келе бір-бірімен өрім түскен қатынастағы жеке психологиялық үйлеспеушілік олардың ресми байланыстарының кедергісіне айналады. Адамдар арасындағы қатынастардың өзгеруіне мүмкін болатын себеп бұл нақты адамдардың қатынастарының туындап дамитын әлеуметтік психологиялық орта сипатының ауысуы. Екі немесе одан да көп адамдар бірін-бірі өте қажетсінеді. Орталарында толық психологиялық үйлестік болған. Бірақ кенеттен өзгерген әлеуметтік саяси жағдай оларды әртүрлі партиялар мен ағымдарға
енуіне екі жаққа бөліп тастайды. Мұндай жағдай жастарда кездесіп тұрады. Өзара келісімді жас жұбайлардың өмірі кенет олармен психологиялық үйлесім таппаған жақын туысқандарының ықпалынан құрдымға кетіп жатады. Мейлі бұл жас жұбайлар арасындағы қатынас кейін ресми бекігенімен де тату тәтті туысқандық қатынастар арасындағыдай шапағатты жалғасын табуы қиынға айналады. Керісінше, кімде-кіммен ұнамсыз қатынаста болса, адам ондайда қарсыласын түбін түсіре жамандауға ниеттенеді де тұрады. Әрқилы адамдардың өзара қатынастарын тануда көптеген жеке дара ерекшеліктер бар. Кейбір ой сезімі толысқан тануда көптеген жеке дара ерекшеліктер бар. Кейбір ой сезімі толысқан парасатты адамдар өзара қатынастарды жан-жақты пайымдау мен дұрыс қабылдауға қабілетті. Екінші біреулердің жалпы оң пікір айтуға тіпті өресі жетпейді. Ал үшіншілер төңірегіндегілердің өзіне деген бағасын бірде дұрыс түсінсе, бірде оған сана сезімі жетпей қалады. Тұлғааралық қатынастар толық қалыптасып орныққаннан былай біркелкі тұрақты қалыпқа келеді. Егер де қатынастарға тән осы қасиет болмағанда, адамзаттық қауымдар мемлекет, мекеме және топтық қатынастардың тұрақтылығымен біртекті болжамға келуінде. Ал жеке тұлғалар арасындағы өзара байланыстар тұрақтылық дәрежесінің біршама кемдігімен ерекшеленеді. Үлкен әлеуметтік топтардағы қызметтік ресми қатынастар өзінің күшті мызғымастығымен байқалады. Кіші топтағы байланыстар да біршама осылай. Ірілі-кішілі қауымдастықтардағы қарым-қатынастар көптеген өмірлік маңызы зор факторларға тәуелді. Сондықтан адамдар мұндай жағдайлардағы қатынастарды өзгерте бергенді онша құптамайды. Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастар өте нәзік те үзілгіш келеді. Себебі нақтылы тұлғалар арасындағы қатынастар сол қатынас иелерінің құбылмалы көңіл күйіне де тәуелді. Уақыттың өтуімен жастың егде тартуымен аралық қатынастар тұрақтала түседі. Балалық пен жасөспірім шақтағы адамдар арасындағы бұрқасын жол таңдау бұл кезде сабасына келе бастайды. Адамның ішкі дүниесі сабыр тауып, кездейсоқ қатынас байланыстарға құлай түспей, өз қалауын таңдай алу қабілетіне жетеді. Қатынастардың тұрақталуының және бір жөні адамдар бірін-бірі жете танып, бірінің қылығына екіншісі көндігіп, өзара үйлесімге бейімделуі. Адамдардың алғашқы танысуынан олар арасындағы бұдан былайғы қатынастардың қай сипатта боларын аңғара салу өте қиын. Көп жағдайда тым жақсы басталған таныстық қапелімде үзіледі, ал кейде тіпті басқаша да болады. Алғашқысында әйтеуір бірдеңеден ұнатпай жүрген адамына бара-бара құрметпен қатынас көрсеткендер де аз емес. Мұндай жағдайлар адамдардың бір-біріне алғашқы танысуда берген бағасы мен қабылдауына байланысты психологиялық заңдылықтарға да сай орнайды. Қарым-қатынастың барысында ақпарат бір адамнан, яғни коммуникатордан ақпарат берушіден екінші адамға реципиент ақпарат алушыға тек беріліп алынбайды, алмасылады. Сондықтан ортақтасудағы ақпарат алмасу тікелей ары-бері ауысу ғана емес, бұл процестің негізгі мақсаты белгілі жағдайдың немесе мәселенің жалпы мағынасын анықтау, ортақ көзқарасты белгілеу және келісімге келу. Осы міндетті шешу үшін тұлғалық қарым-қатынас барысында кері байланыс механизмі қызмет етеді. Бұл механизмнің мәні тұлғааралық коммуникацияда ақпарат алмасу 2 есе көбейеді. Коммуникатордан реципиентке өткен ақпараттың ішкі мағынасымен қатар реципиент коммуникатордың ақпаратына, оның тәртібіне қалай қарайтыны, қалай бағалайтыны жөнінде мәліметтер беріледі. Кері байланыс дегеніміз коммуникатордың әрекетіне реципиенттің реакциясы туралы берілетін ақпарат. Кері байланыстың мақсаты қарым-қатынастың серігіне оның мінез-құлықтары өзгелер жағынан қалай қабылданып сезіліп тұрғанын түсінуге көмектесу болып табылады. Кері байланыстың түрлері тікелей және жанама. Тікелей кері байланыс кезінде реципиенттің сөйлеушінің құлқына реакциясы ашық түрде көрініс алады. Мысалы, тікелей сен айтып тұрған нәрсе маған ұнамайды,
Не деп тұрсың, түкте түсінбей жатырмын. Не болмаса тікелей қуаныш, ашу, ыза, мұң сезімдерін айқын көрсететін ым-ишаралар. Тікелей кері байланыс реципиентті коммуникатордың түсіну үшін қолайлы жағдай жасап, ортақтасуды тиімді және нәтижелі етеді. Ал кері байланыстың жанама түрі психологиялық ақпаратты қарым-қатынастың серігіне жасырын, астыртын жеткізу жолы. Ол үшін неше түрлі риторикалық сұрақтар, кекетулер, қатынас серігі күтпеген эмоциялық реакциялар пайдаланылады. Коммуникатор реципиенттің өзіне қарасты әсері, қатынасының шынайы сипаты туралы өзі ойлап жетуі керек. Сөйлеушінің ойлаған сезімдері мен пікірлері үнемі дұрыс бола бермегендіктен де қарым-қатынас барысында ақпарат алмасуда белгілі дәрежеде күрделене түседі. Әлеуметтік психология ғылымы адамдардың психикалық әрекеттерді зерттеуді объективті түрде жүргізіп, психикалық ағымдар, әрекеттер ақиқатта қалай болса, сол қалпында өзгертілмей зерттелінеді. Психикалық әрекеттердің және функциялардың әрқайсысы жеке-жеке әрекет етпейді. Бірімен бірі қарым-қатынаста байланысылып, немесе шиеленісіп отырады. Сондықтан оларды зерттеген уақытта жеке психикалық функцияларды өз алдына бөліп, оқшаулап зерттемей, барлық психикалық әрекеттердің бірімен бірі қандай байланысы, қатысы барлығын ашып зерттеген жөн. Психикалық әрекеттер бір қалыпта өзгермей тұрмайды, әр уақытта өзі дамып отырады. Ол сыртқы дүниенің адамға әсер етуімен байланысты болып келеді. Адамның психикалық әрекеттерін зерттегенде олардың қалай дамып, заңды болуын зерттеп отыру керек. Әлеуметтік қатынастар мен тұлғалық қатынастардың мәні. Мақсатына қарай қарым-қатынас психологиясы тұлғаралық қарым-қатынастың 3 түрін ажыратады. Яғни императивтік бұйрық, манипуляциялық айла және диалогтық қос тіл, қос сөз, қос үн. Императивтік немесе әміршіл қарым-қатынас өз қарым-қатынас серігінің тәртібі мен іс-әрекетіне бақылау жасау мақсатындағы әсер етудің авторитарлық директивтік формасы. Императивтік ерекшелік партнерді бағындыру жөніндегі негізгі мақсатын жасырмай, айқын көрініп тұратындығында. Қарым-қатынас партнері тек әсер етудің нысаны, пассив ретінде қарастырылады. Қоғамдық қарым-қатынастарда императивтік қарым-қатынастың өз орны бар. Манипуляция, алдап арбау қарым-қатынасы жиі кездесетін тұлғаралық қатынас түрі. Қарым-қатынас партнері өзінің жасырын ниетіне бағындыруды көздеген іс-әрекет. Өз мақсатына жету үшін манипулятор қарым-қатынас партнері нысана ретінде қарастырылады. Манипуляциялық қарым-қатынас басқаны өз мақсатын жасырып, өзіне қажетті іс-әрекетке баулу. Императив пен манипуляцияның ұқсастығы екеуінің мақсатының бірдейлігінде, яғни қатынас серігінің бойын билеу және бақылау. Айырмашылығы манипуляциялық стильді шынайы мақсат жарияланбайды, жасырылмайды. Немесе ауыстырылады. Диалог бұл тең құқықты субъектілердің арасындағы қарым-қатынас. Оның мақсаты өзін өзі және өзгені тану, білу, дамыту. Жоғарыда аталған арақатынастың негізгі айырмашылығы эгоцентризмнен, өзіндік ұстанымнан альтруизмге, өзгеге басқаға бағытталған ұстанымға көшу. Бұл қарым-қатынас үрдісінде екі дауыс, екі пікір естіледі. Бұл субъект-субъект қарым-қатынасы. Қарым-қатынастың қызметтері, функциялары. Байланыстыру прагматикалық қызметі. Қарым-қатынас бұл жерде кез келген бірлескен іс-әрекет барысында адамдардың бірігуінің шарты болып табылады. Вавилон мұнарасы туралы оқиғада адамдар бірін-бірі түсінбеу салдарынан құрылысты бітіре алмағандығын жөнінде уақиға тегін емес. Екіншіден, қалыптастыру, дамыту қызметі. Бұл жерде адам арақатынастың, адамдардың психикалық бейнесінің қалыптасуы және өзгеруінің алғы шарты. Растау қызметі. Үшіншіден, басқалармен жасаған ортақтасу барысында адам өзін-өзі танып білуге, бекітуге, өзінің бар екендігін дәлелдеуге мүмкіндік алады. Адам өз тұлғасының құндылығын басқа адамдар арқылы біледі. Адам үшін үлкен жазаның бірі
жападан жалғыз қалу, ешкіммен араласпау демек басқалардың назарынан тыс қалу. Сен жамансың, сенікі дұрыс емес деп адамды жаман бағалаудың өзінде оны қабылдап, бұны растап тұрудың белгісі, ал қабылдамаудың барлығын растамаудың белгісі деп қарастыру бұл әр адамның адам екендігін растайтын дәлел екендігі сөзсіз. Олай болса, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.